Осы Амангелді мектебінің түлегіміз. Біз енді ғылым жағына кеттік. Ғылым жағына кеттік та. Мына нәрсені біз білмедік қой деп. Оларға біз Қытаймыз ба, Кореямыз ба ажыратылмайды. Кейбір алтын белгілермен таласатындай біліміміз болып қалды да. Сондай бір аңыздар бар. Мен айттым ба? Мынандай бір психологпен бір дебат болған. Бергендерші, отырыс қойды осылай. We are just human being, this guy is genius дейді. Арада 5-6 жыл өткеннен кейін бір ғылыми конференцияда көрдім. Басын шайқап кетті ғой. Сапарларда болған бір қызықты оқиғалар болса. Ананас деймін да. What дейді маған. Қаланың асып бара түгі де жоқ та. Жалпы кез келген адамның өмірде жетістікке жетуі ол дұрыс қабылдаған шешімдердің жиынтығы. Ауылдың баласы соны істей алады. Біздің осы өсіп келе жатқан ұрпақ не істеу керек? Қайырлы күн, құрметті достар, қайырлы күн игілік қорының тұрақты көрермендері. Өздеріңіз білетіндей, алдыңғы бөлімдерде шыққандай, бүгін подкастымыздың жалғасы орын алып жатыр. Бүгінгі қонақтарымыз, спикерлеріміз осы ауданның тумалары, Амангелді мектебінің түлектері, менің класстастарым деп мақтанып жүретін, жаңағы қай класстастарың деп сұрайды да. Класстасым деп айта беремін, параллель оқығаннан кейін класстаспыз дейміз ғой. Ал, Қасеке, өзіңізден бастайық. Сіздің жасыңыз кішкентай ғой сәл. Солай ма? Солай ма? Айы бойынша. Ай бойынша кішілеу Қасекең бастасын. Ассалаумағалейкум. Есімім Хасен. Осы Амангелді орта мектебін бітіргенбіз. 2005 жылғы түлектер. Даутов Хасен. Даутов Хасен. Қазіргі таңда Назарбаев университетінде PhD докторат. Студент, құдай қаласа биыл оқып бітеді. Диплом бітіп қойды. Диплом тапсырылып қойды. Защита осы күзде, құдай қаласа. Қандай неде жұмыс жасадыңыз диплом? Диплом wireless power transfer дейді. Қазақша сымсыз энергия тарату. Сымсыз қуаттау. Қуаттау ғой. Бірақ біз телефон емес, медициналық құрғыларды, мысалға импланттар бар ғой адамға ішке енгізілетін. Мысалы жүректің немесе ішкі құрылыстағы бір ағзалардың жұмысын қадағалап тұратын, сол сигнал беріп тұратын, солардың бәрі батарейкада жұмыс істейді. Сол батарейканың өз уақыты жеткен кезде оны ауыстыру керек. Ол ауыстыру адамға қайта операция жасау керек. Соны қайта жасалмас үшін, ыңғайлы болу үшін, оған бағана сымсыз қуаттауға болады. Сол бағытта жұмыс істедік 4 жыл бойы. Негізі бірақ PhD бізде Назарбаев университетте Science Engineering and Technology дейді. Сонда получается біздікі технология, инженерия жағына кетеді. Сол бағытта жұмыс істедік. Есім Сұлтанғали болады, Арзықұлов Сұлтанғали. Осы Амангелді мектебінің түлегіміз. 2005 жылы. 2005 жылы. Қасен екеуміз класстас. Қасен екеуміз туған класстас, Ерекемен параллель класстас. Сол мектеп бітіріп, сонымен арман қуып, бірге Алматыға кеттік. Алматыда қазір Сатпаев университет деп атап қойыпты. Сатпаев атындағы біздің кезде ол кезде политех деп біледі ғой. Бәрі политех деп біледі ғой. Сонда оқыдық, одан бітіріп ары қарай әлі білетін дүние көп екен деп магистратура тапсырдық. Англияда, Манчестер қаласында магистратура оқыдым. Осы мамандық жалғастырып отырдым. Оны бітіріп келгеннен кейін Назарбаев университетінде жаңа докторантура, PhD, соны оқып 2019 жылы тамамдадым да. Содан қазіргі уақытта Сауд Арабиясында Король Абдулла атындағы университет бар. Сол жақта ғылыми жұмысын жалғастырып жатырмын. Біз жаңа бір нәрсе сұрамадық. Мамандық бойынша қандай мамандық тапсырдыңыз политехта? Бізде политехта мамандық, мектептің кезінде біз физика, математика тапсырдық ОБТ-дан. Сонымен радиотехника, электроника және телекоммуникациялар. Әлде бар қазір? Мамандық, әлі бар. Рет деген болу керек. Сол қай бір жылы Қазақ телеком зарплатасы шыққан кезде популярны болып кетті. Біз негізі соған алданып түскенбіз ғой. Айлығымыз $360 болады деп ше. Сол кезде еді ғой да жаңағы. Дәл сол кезде. Бітірер алдында болды сол информация, біз соған. Сол әсер етті онда қалай болды. Әсер етті ғой. Әрекет жасадық дегенсің. Сол мамандықты ары қарай осы күнге сол мамандықпен жалғастырып, біз енді
ғылым жағына кетіп ғылым қалдық. жағына кеттік па? Бір жаңағы сұрақ қой енді, бір Европа болсын, Европа елдерінде, жалпы Америкада болсын, біздің қазіргі Назарбаев университетінде болмаса басқа бір университеттердегі бір ғылымның үдерісі алға қарай дамуы, бір салыстырып алатын мына нәрсені әкеліп біздің елге енгізсе дұрыс болар еді деген сияқты бір ел көріп жер көріп жүрген екенсіздерде сондай бір ойлар қалыптасады. Сондай бір әттең осы нәрсе болғанда еді кішкене дұрыстау болар ма еді деген бір ой болды ма? Осы шетелге шыққан уақытта жаңа алғашқы момент дейміз ғой, алғашқы бір әсерлер болады ғой. Мына нәрсені біз білмедік қой деп. Алғашқы әсер туралы айтып кетуге болады. Мен сол Манчестерге енді барған кезде Қасекенде бар тұғын. Қасекен өзі кішкентай кезінен Манчестер Юнайтедтің фанаты ғой. Сол қалада болған кезде қыдырып келді. Сөйтіп екеуміз, есімде қателеспесем, екеуміз біз астымызда лестницадан көтеріліп бара жатқанбыз. Сол кезде алдымыздан бір 50-60-ға келіп қалған екі профессор кетіп бара жатты да. Біз сәл кідірдік те, өтіп кетсін деп, енді үлкен кісілер ғой. Профессор деген біздің көз алдымызда болды деген, қол ұстасып біреу ғой. Оған сөйлеу де былай дух жете бермейді. Өтіп кетсін десек, олар бізді көрді де, есікті ашты, біз өткізіп жіберді. Біз бағана айтпадық, алғашқы впечатление. Енді былай шок. Қалай ол? Үлкен кісі, профессор. Біз оларға біз Қытаймыз ба, Кореямыз ба, ажыратамайды олар бізді кім екенбіз, бірақ біз өткізіп жіберді. Сол кезде әсер алған бағанағыдай. Олар халықаралық деңгейдегі профессорлар, шын мәнісінде. Сондай бағанағыдай іс-әрекет жасап жатыр да. Ұлық болсаң күшік бол дейді қазақта. Сол жерден бастап менде ой болды, шын мәнісінде шын білімді адам қарапайым болады екен. Ол бағанағыдай бүйтіп қарап тұрсаңыз, бізге бір ауыз айтқан жоқ. Бірақ іс-әрекетімен шын мәнісінде білімді адам қандай болу керек, жай көрсетіп қоя салды, болды. Ол тәрбиеледі болды. Содан бастап ол бізге жаңа маған өзіме сол бір тәрбиенің бір нышаны болып қалып кетті сол бағана іс-қимыл. Сол бізде де мен айтатын, салыстыратын, бізде де Қазақстан елінде де сондай кісілердің көп болғаны, ол білімді арттырады. Жаңадан келген, әлі оның солын танымаған студент келген кезде оның алдына жаңа профессор есігін ашып өткізіп жатса, анау білімге деген бір құрмет пайда бола ма деймін, бірденше мына білімді адамның білімнің салтаны былай айтқан кезде жаңа берген нәтижесі осы деп қабылдайды деп айтқыңыз келіп тұрса. Иә, сол мысалы алғаш мысалға неге политехқа түскен кезде мысалға бізде есімде декан келе жатқан кезде бәрі екі жағаға тұрып жол бересің ғой, енді декан келе жатыр. Бірақ соның өзінде әсерленесің да, ол мақсатта, мынау декан деген бір керемет нәрсе екен, сол деңгейге жету керек екен. Бірақ бағана үстінен ол сондай нәрселерді көрсетіп тұрса, бірақ енді ол негізі студент пен деканның арасы, декан емес, жалпы профессорлардың арасы деген Қазақстан мен Европада жермен көк деген нәрсе да. Мысалы, Европада ол сабақ бойынша көрініп тұрады да, мысалы, сенің профессорың, бірақ сен шыққаннан кейін теңсің да. Шыққаннан кейін адамсың да екеуің де. Ал бізде ол до конца профессорсың да. Бізде сондай кішігірім не бар да. Жалпы мынандай нәрсе бар, мысалы байқаған, шетелде бізде қазақша сөзі бар ғой, үлкенге құрмет, кішіге ізет деген. Шетелде негізі кішіге ізет деген қатты қолдайды олар. Ол қатты көрінеді. Мысалы бағана үлкен кісінің кішкентай баламен өткізіп жіберу, олар сөйлескен кезде құрдас сияқты сөйлеседі. Арада үлкен кіші деген барьер жоқ та. Кез келген темада профессор, декан болсын, ол жаңа президент болсын, сөйлесе береді, қатарлас секілді. Ал бізде көбінесе үлкенге құрмет деген жақсы біз қолданамыз да. Кішіге ізет бізде сәл ақсақ тапқан секілді, сонда жоқ. Сол екеуінде біз қолданса егер, өте керемет болады. Ал шетелде мен байқаған бағанағы үлкенге құрмет оларда сәл ақсаңдап тұр. Олардың жастары үлкендерге құрметін байқамайсың былай айтқан кезде. Жаңа айтам деп есімнен шығып кетті енді. Біздің кезімізде алтын белгі деген нәрсе санаулы еді ғой. Алтын белгі санаулы еді ғой. Өзі бір мектепте қанша алтын белгі болып бітірдіңіздер? Үшеу-ақ болды. Аудан бойынша бір жетеу шығар кетсе. Есімде жоқ. Гимназиядан біреу, бесеу болу керек, иә. Гимназиядан біреу, тағы бір ауылдан бір. Ауылдардан біреу екеу болған. Біреу ма? Біз аман келдік. 5-6 ғой. Гимназияның нелері жаңа
оқушылар ренжімесін, бірақ амангелді сол кезде гимназияны озды. Иә. Бірінші соңғы рет шығар может. Бірінші рет соңғы рет па? Сол кезде қандай болған. Бірақ жаңағы бір айтатым, қазіргі мына алтын белгілерді енді бір ол кісілердің еңбегі жоқ деген сөз емес, еңбек бар, бірақ десе де сол уақыттағы алтын белгі иегері ол қай жерге салып жүрсе де өзін дәлелдей алатын бір уақыт сияқты еді. Өйткені сонша мың адамның ішінен 5-ақ адамды шығарып, жаңа стадионға бізде ғана болды ғой сол уақытта. Бізбен бітті деймін. Стадионға бүкіл түлектерді, аудан түлектерін жинап, сол алтын белгілер шығып сол жерде марапаттады. Марапаттады ма, жоқ сөйледіңіздер ме? Мен сөйлегем. Шығып сөйледіңіз. Бүкіл ненің атынан. Сондай бір ерекше. Жоқ, ол алтын белгі кейін, одан кейін алтын белгі қорғап шыққаннан кейін ауданның әкімі қабылдауында болады. Сол жерде өзінің сыйапатын береді. Одан кейін облыс әкімі қабылдайды, сондай мәселе. Жалпы айтайын деген нәрсе бір алтын белгі деген нәрсе, алтын белгінің бір қадірі керемет еді. Мысалы жаңағы Қасен алтын белгі десе, ол қайқа салсаң да ол оқып кететініне көзің жетеді. Бүгінгі таңда енді қазір мүмкін құндылықтар әлсіреп кетті ме, жоқ қалай бір алтын белгінің бір құны әлсіреп кетті деп айтамыз ба, көбейіп кеткеннен кейін сапа жоғалатын сияқты. Кей тұста жаңағы өзіміз мектепте қатырып оқымасақ та, мен өзімді айтып жатырмын, қатырып оқымасақ та бір кейбір алтын белгілермен таласатындай бір біліміміз болып қалды. Сол заманда ма? Жоқ, қазір сіздермен таласа алмаймыз. Кітап дейін деп тұр. Жоқ, енді ол кезде құнын айтып жатқанмын ғой, сіздердің алтын белгілеріңізді. Шын мәнісінде алтын белгі алу енді өте қиын еді. Ол кезде біріншіден былай айтайық та, біріншіден интернеттің жоқ заманы, дайындалу үшін ол сен кітап алуың керек, кітап ауылда бар ма, жоқ па, қаладан аласың, оқисың. Одан кейін ол кезде андай репетиторство дегені дамыған кез еді ғой. Жоқ еді. Өте жоқ. Мұғалімдер попросить. Мектепте қандай мұғалім бар, сонымен дайындаласың, мысалы. Сондай заман болғаннан кейін сол үшін шығар ол кезде қадірі болған, сәл алу қиын болған. Оның үстіне біз Қасен екеуміз бір класстан 2 алтын белгі шықты енді ол кезде. 2 алтын белгі шықты. Енді ол негізінен мұғалімдердің де көп үлесі бар ғой. Еңбегі әрине біздің мысалы Қыздығой деген апайымыз қалай айтпай кетеміз. Кәмил апайымыз өте енді баланың білім алуына жан ашитын кісілер еді. Сол кісілердің арқасында алдық, талпындық, алдық, былай айтқан кезде. Одан кейін енді бір айта кететін нәрсе, енді жастарға мүмкін сәл үгіт насихат ретінде негізі мен өзім түсінгенім, байқағаным, жалпы мысалы Қасенде мен де бір асып баратқан бір вундеркинд ондай емеспіз да бір. Қарапайым, орташа. Бұл жерде мен өзім түсінгенім ол жауапкершілік екен. Ең керек жауапкершілік. Шегірімлегендіміз бар бірақ деп. Жауапкершілік қай тұрғыда жаңа өзіңе деген жауапкершілік қой. Жоқ, мен былай келтіремін мысалды. Мысалы, біраз жігіттер болды таныс енді Алматыда оқып жүрген, басқа жерде оқып жүргенде, енді оларды мүмкін вундеркинд деп айтуға болады. Өйткені олар оқымай-ақ көп нәрсені біледі, оқымай-ақ бес алады, кәдімгі дайындалмай-ақ кітаптың бетін ашпай былай айтқан кезде ұйықтап жатып жүріп, бес алып кете береді. IQ жоғары. Бес алып кете береді. Олардың енді мүмкін милар қаттырақ жұмыс істей ма дегендей ғой. Бірақ одан кейін енді естіп жатамыз ғой интернеттің, телевизордың, пәленше жігіт 6 жасында университет бітіріпті, мектеп бітіріпті, бір нәрсе дейді. Бірақ сол жігіттің біреуі қазір жоқ қой. Ғылымда, бір жаңалық ашқан ішінде олардың ешқайсысы жоқ. Шын бет қарап көрсеңіздер, олар шын мәнісінде вундеркиндтер, бірақ олар ерте өшіп кететін сияқты. Миы қатты жұмыс істеген сонша олар бір қандай да бір жасқа жеткен кезде өшеді, шаршайды. Ал адам, мен бағана жауапкершілік келейін, жауапкершілік деп атқаным неден басталды? Бірінші кезекте мектептің кезінде үй жұмысынан басталады. Ертең үй жұмысын істеп баруым керек, жасап баруым керек. Ол жауапкершілік. Мен 4 алмауым керек, 5-ке оқуым керек, жауапкершілік. Одан кейін алдынан бағанағы ОБТ шығады. Қой, ОБТ-да мен грантқа түсуім керек, әке-шешемнен ұят қой, ертең оқыталамын, оқыталмай ма? Мойындарын ауыртшылық жасап қоямын ба? Ол да жауапкершілік. Айналып келгенде сол жауапкершіліктің бәрін қосып келген кезде ең соңында жемісін береді да. Нәтижесі. Жоқ, негізі бағанағы тақырыпқа байланысты ауылдан шығып, ауылдың деңгейінен шығып, бір қандай да бір деңгейге жету деген былай айтқанда қиын нәрсе емес. Бірінші жауапкершілік болса, мен соның үстіне тамандылық деп қоярым да. Мысалы бір мемдер бар ғой интернетте де. Былай сыртынан өйтіп, по-моему, есімде жоқ нақты. Бірақ түр-түрі бар шығар енді. Сахнада біреу тұрады да, әдемі болып, бірақ артынан оның жүріп өткен жолы. Жоқ, жүріп өткен жолы қандай қиыншылықтар өткен. Ал сен бір жағынан көрсің. Егер былай қарасаңыз,
қазір екеуміздің сыртынан қарасаңыз керемет бәрі. Мысалы мен өзім жағдайымды алсаң, Сәтбаевты бітірді, жұмыс істеді, артынан шетелге барды, содан шетелден кетті, Назарбаев университетке түсті, ғылым берді, ертең доктор болды. Осылай көреді. А бірақ оның егер былай шындап дұрыстап не қылсаң, мысалға қиыншылықтар өте көп. Сол жерде табандылық керек. Мен мақсат қойдым ба, болды, мен барам. Биыл болмаса ертең. Ертең болмаса келесі жол. Болды. Ал көп адамдар соған, қазіргі жастар бір рет тапсырдым, болмады, сонымен қалды. Жалпы Қасекең енді өзіне келетін болса, ол шетелге үшінші рет тапсырған түсті ғой. Бір рет тапсырды, мысалы, түсе алмады. Көп негізі бүйтіп қарап тұрсаңыздар, бір тапсырғаннан кейін бұл менікі емес дейді, кетіп қалады, болды. Менікі емес, мен нәрсе емес. Бірақ табандылықпен Қасекең екінші жыл тапсырды, болмады, үшінші жыл тапсырды, өтті. Бүйтіп қарап тұрсаңыз, табандылықтың арқасы да. 3 жыл уақыт. 3 жыл уақыт, иә. Ол жерде, иә, табандылық. Сол үшін ғой әлі студент болып отқанымыз. Қалып келатыр білесің, кішкене қалып келатыр. 3 жыл мына жерде, 3 жыл ана жерден жинай бергеніміз ғой. Мысалы, Назарбаев келгенде Назарбаев университетте басында мұғалім болып істедік қой. Енді профессордың көмекшісі болып та. Сонда ассистент. Тағы 2 жыл шамадым. Бірақ болды, енді осы бітті деген болмайды да. Түсу керек та. Мен өзім, мысалға, бағанағыда, егер сол табандылықты қоя сап қайтып барсаң, ол жерде де бәрі алдыңнан бір проблема шығады да. Оны тастап тағы екінші жаққа кетсең, жүресің да осылай. Ал бағанағы нәрсені до конца жеткізіп, уровеньді доктордың степенін алып жұмыс істемесең, ол өмір бойы профессордың көмекшісі болып өтесің. Сол табандылық деген ол өте маңызды нәрсе да. Әрбір нәтиженің артында, жаңа Қасекең айтпақшы, әрбір нәтиженің артында үлкен еңбек жатыр. Ол көрінбейді просто. Ол еңбекті сол істеген адам ғана сезінеді. Сол жүріп өткен соның айналасындағы жаңа ағайыны, туысы, жақындары ғана сезінуі мүмкін. Алдында мынау бірінші подкаст айтты ғой, тура осы әңгімені. Сол кезде шешіп қойғам ғой, мен тура осын қайталайын бәріп. Анау Бақытжан деген жігіт айтты ғой, Google-ға мысалға 4-ші рет. Ал сіз Бақытжан Google-да істейді деп анонсты көрсең, сен ойлайсың, бітті. Ол айтып тұр, мысалы, 4 жыл арада кетіп жатыр уақыт. Бағана кім екіншісі Мақсұт па? Мақсұт та мысалы айтты, Испанияға кеткенше мысалы Астанада бардым, мына жерде Астанада істедім деді ғой. То есть ол да бағана табандылық. Болды, мақсат қойды. Болды, жету керек. Табандылық еңбектің арқасы. Бірақ ол табандылық деген андай нәрсе емес, андай болмау керек та, мақсат қойып қойдым келесі жылда. Әрекет болу керек әрине. Келесі жыл тағы келе саламын деп, тура сол мен өзгеріп келуім керек та келесі жыл. Қосып келу керек қой, былайша айтқан кезде. Қосып келу керек. Кемшілікті туралап, қосып, дайындалып келу керек дейсіз. Яно бір әңгімеде бар еді ғой, өзіміздің отырған кезде жаңа класстастар. Қасекең жаңағы Сәкең оқыған кезде таң атып қалған білмей қалады деп. Сондай бір аңыздар бар. Мен айттым ба? Жоқ, ондай тестке дайындалып жатқан уақытта как раз жаңағы. Жоқ, мен егер ОБТ кезде еске алатын болсам, енді жас кезде, ол кезде мен кітаппен ұйықтап, кітаппен тұратынмын шын мәнісінде. Кітапты құшақтап, ұйықтап, кітапты құшақтап тұрып. Өйткені мен жауапкершілік жатқан сол ғой. Бізге мектептен алды да, міне сендер алтын белгі тапсырудан керек дейді да, болды. Мысалы, ол жауапкершілік қой. Сен ертең алтын белгіні ала алмай қалсаң, бір ұят сияқты да. Бәрі саған үміт артып тұрған кезде, сол жауапкершіліктің арқасында бағана еңбегің де кетеді, сенің тәкаппарлығың да кетеді соның ішінде. Бәрі соның ішінде қиясың. Енді алдында ең басты мақсат қоя білсең, дұрыс мақсат қоя білсең, соған дұрыс әрекетің болса. Жиып келген кезде мынандай болып тұр ғой, жаңағы бір жетістікке жету үшін құрбандық керек та. Құрбандық керек. Жаңағы Сәкең айтқан құрбандықтар да, ол жаңағы барғың келіп тұрады. Бірақ мына жақта одан үлкен маңызды нәрсе. Бүгін ол кішкентай болып көрініп, бірақ ертең үлкен бір істердің баспалдағы да. Сол үшін сол баспалдаққа шығу үшін мына жақта құрбандықты. Оны мен бір теориям бар өзім, айтып жүрген жерде айтып жүретінмін. Өзім шығарбағамда. Өзім шығарбағам. Атын жазып қойсыңдар. Патентовать етемін десеңші. Мысалы, мынандай нәрсе бар. Математика тілде алып келетін болса, оны жалпы жетістік деген, жетістік деген әртүрлі болады ғой. Біреуде кіші жетістік, біреуде үлкен жетістік. Біреу олимпиада чемпионы болу жетістігі, біреу мектепті 5-ке бітіру жетістік.
жалпы кез келген адамның өмірде жетістікке жетуі ол дұрыс қабылдаған шешімдердің жиынтығы деп алайық, мысалы. Адамда қанша былай таңдау болады? Қайсысын таңдайды? Екі-ақ таңдау болады негізі адамда. Одан көп таңдау, одан артық таңдау жоқ, екі-ақ таңдау. Кез келген бір пункт, точкаға келген кезде алдынан екі-ақ таңдау шығады. Екі жол шығады дейді ғой, екі-ақ таңдау шығады. Не мынаны жасау, не жасамау деген. Вот. Мектеп кезінде не сабақ оқу, не сабақ оқымау. Таңдау. Сабақ оқыдың. Қандай сабақ оқисың? Физиканы оқисың, оқымайсың. Таңдау кетеді. Тура солай таңдадың, не? Сабақ оқымау таңдап қойдың енді. Қателесіп кеттің. Оқымауды таңдап қойдың. Таңдап қойдың, қателесіп. Еріндің, жалқаудың, басқа болдың. Сен алдында тағы екі таңдау шығады. Спортпен айналыс, не айналыспа? Спортпен айналысып, ары қарай еңбектеніп, мақсат қоя білсең, үлкен жетістікке жетесің одан да. Ары қарай одан да таңдамадың, басқаны істемедің. Ештеңе таңдамадың. Ештеңе таңдамасаң, онда сен бүйтіп қарап тұрсаң, дұрыс емес шешімдердің жиынтығына кіріп кетесің да, сен жетістікке жетпейсің. Өмірің зая кетті. Өмірін айтқан кезде не дейді ондайды сөз бар ғой? Иә, өмір зая кетеді. Зая кетті дегенде енді адам өмір бірақ берілгеннен кейін енді адамдар ұқсап өмір сүруі мүмкін, бірақ жаңағы бір жетістікке жеткен жоқсың ешқандай. Жеткен жоқсың, иә. Дұрыс. Негізі бағанағы көп адам ойлайды ғой, жетістік ол ақша деп ше. Иә. Ақша емес ол. Бағанағыдай, мысалға неге ғылым? Ғылымның өзінде, мысалға, өкінішке орай енді Қазақстанда ғылымға ақша азырақ бөлінеді, мұғалімдердің жалақысы төмен. Биыл көтеріліп жатыр. Бірақ дегенмен халық мұғалім десең ой басқа ғой бәрібір. Профессор десең ой басқа. Ол профессор, мысалға, көшеде бағанағы донер сатқанның айлығымен бірдей болуы мүмкін екеуі да? Табысы. Табысы. Бірақ екеуі екі адам да? Иә. Екеуі екі әлем. Иә, екеуі екі әлем. Сол үшін ол жетістікке жету деген тек ақшамен, дүниемен есептегі қате да? Иә. Алдағы уақытта бірақ енді мынау қазір қалай дейді, сананы нарық билеген заман ғой. Дегенмен бізде жаңағы білімнің де қазір салтанат құратын уақыт жақындап қалған сияқты. Өйткені сезіліп жатыр. Пандемия көрсетті ғой бәрін. Көрсетті, иә. Біз неден ақсауат ненің қажет емес екенін. Жоқ, негізі бүйтіп қарасаңыздар, негізі ғылымға, жалпы білімге ақша өте көп бөліну керек. Өйткені бірінші кезекте 90 жыл неге бізде ғылым білім азайып кетті? Өйткені бәрі базар ашып кетті, күнкөріс. Халық күн көру керек. Күн көру керек. Тамақ жеу керек, болмаса ештеңе жоқ. Иә. Ал енді біздің ағартушылардың бәрін алып қарасақ, бәрі ақсүйектер ғой көбісі. Жағдай бай, ақсүйектердің шыққандар, жағдай барлар, олардың қарны тоқты. Оларға ғылыммен айналысуға мүмкіндік бар, уақыты бар. Өйткені тамақты ойламайды, бала шағаны асыруды ойламайды, тек қана ғылымды, білімді ойлайды, нәтиже шығады содан. Сол үшін бізге қаражат көп бөліну керек. Қаражатқа келіп тіреліп қалатын мәселелер бар десеңші кейбір тұста, иә? Бар, өйткені басқа қазіргі ғылымға өйткені көп нәрсе қаражатқа келіп тіреледі де қалады. Өйткені бір нәрсе ойлап шығару үшін сатып алу керек. Қазір бағана технологияның заманы ғой. Негізі, мысалға, Совет одағының кезінде ше ғылым болмайды деп айта алмайсың ғой. Көп математиктердің, мықты математиктердің бәрі сол Совет одағынан шыққан. Мысалы, қазір біздің радиотехника байланыс қой енді біздің мамандығы. Сол байланыстың көп теоремалар нелер, мысалы, орыстың ғалымдары жазған, мысалы. Осы күнге шейін қолданылады да. Қолданыста бар. Бірақ көбісі, мысалы, америкалықтар неге, бірақ қазір Ресейден алды. Бірақ олар айтады да, базаны технологияға айналдыра алмаған да. Орыстар. Теория бар, практика жоқ та. Практика жоқ. Ал практикаға енгізу үшін не керек? Ақша керек та, кішкене. Қаражат болу керек. Біз әлі сол жаңағы кешегі орыстардың қойып кеткен жүйесіне шыға алмай қалдық деп тұрсыз. Жоқ, мысалы, қазіргі таңда да, егер Қазақстанды алсаңыз, мықты биологтар, мықты химиктер бар. Шетелде де істеп жүрген Қазақстанның қазақтар. Әлемдік деңгейде істеп жүрген биолог, химиктер, физиктер арасында бар. А технологияда жоқ. Себебі кезінде оны Совет одағы да, одан кейінгі Қазақстанда оны қолдамаған. Сондықтан тек бағанағы фундаментальный білім дейді, фундаментальный білім дамып кете берген да. Қазір заман кішкене басқа. Технологияның заманы. Жоқ, бағана өзгеріп келе жатыр ғой, қаражат жақсы бөлінетін шығар деген ойдамыз. Құдай қаласа, биыл жақсы өзгеріс болып жатыр ғой. Одан кейін сәл бізге енді шын мәнісінде
жалпы бүкіл ұлттың санасын сәл сол ғылым білімге жақарай бұру керек сияқты да. Қазіргі біздің сөзін ашу керек, авторитет кімдер? Әншілер, әртістер, спортсмендер, эфирде кім көп жүреді, солар авторитет. Солар болып тұр. Олардың авторитет болу біздің жалпы біздің халықтың деңгейіміз көрсетеді шын мәнісінде, деңгейіміз қандай екенін. Сол себептен бізге сол халықтың деңгейін сәл көтеру мақсатында жұмыс істеу керек. Ол оңай тірлік емес. Оны бағана жаңағы экранда жүрген әртіс, спортсмендер бар ғой. Бізге солардың көмегі керек. Өйткені халық солар тыңдайды ғой. Солар халықты жайлап, солар арқылы шығып насихат шығару. Мысалы, қазір олар қолданып алып кейін лақтырып кету керек. Ғылымды дамытып алып оларға. Негізі бүйтіп қарап тұрсаңыздар, мысалы, мемлекетке жалпы халықтың дамуына қандай мамандық керек, бүйтіп қарап тұрсаң бәрі керек. Президенттен бастап көше сыпырушы бәрі керек. Пазл ғой, мысалы, жиналатын бәрі керек, бірақ приоритеті бар, Оның ішінде бірінші орында спортсмен болу керек емес, бірінші орында әнші болу керек емес, бірінші орында меніңше мұғалімдер болу керек. Өйткені мұғалім болашақ ұрпақты тәрбиелейді ғой, Мұғалім мысалы жағдайы мысалы қазір жақсы жұмыс істеліп жатыр. Мұғалімдердің қаражат зарплатасы көтеріліп жатыр. Ол деген сөз шын мәнісінде мектепте жақсы оқығандар мұғалімдікке барады. Ақшасы жақсы ғой. Ол мұғалім сапасын көтереді одан кейін. Сол себептен бірінші орынға мұғалім қойған дұрыс. Бірінші орынға. Одан кейін барып шын дамыған мемлекеттерге негізі мұғалімге деген олардың құрметі өте жоғары. Одан кейін екінші кезекте ғалымдар болу керек. Өйткені елге ақша келетін ғалымдар. Ойлап бірнәрсе ойлап тауып сыртқа шығарасың, содан елге ақша керек. Япония машина технологиясын бәрін сатып жатыр да, еліне ақша келіп жатыр. Корея, мысалы, дамыған Германия, дамыған елдер сондай. Үшінші орында врачтар. Мұғалімдер мен жаңағы ғалымдарды, жас ұрпақтардың денсаулығын ұстап тұрса, ел әдемі дамиды. Одан кейін ары қарай спортсмен болсын, әнші болсын, мәдениет саласы. Біз егер өзіміздің қазір ғылымымызды дамытпасақ ше, қалғандардың бәрі тез дамиды артымыздан. Спорт саласы. Қазір біліміміз жоқ, денсаулығымыз жоқ, өлім тыңдап жүріп те бәріміз. Сондай болып тұр да. Жаңа айтып отқан сөзіңіз жан бар, мысалы, ғылымға бұл үлкен уақыт керек та. Бұл кәдімгі ресурстар, уақыт, одан кейін жаңағы табандылық бәрін қосып келген кезде бұл үлкен бір жылдарға айналады. Бірақ жаңағы спортшыны тәрбиелеуге бір оңай уақыт кетпейтін шығар. Алайда білімге қараған кезде оның уақыты аздау да. Оның уақыты неге аз? Өйткені егер сізде ақша болса, сізде технология болады. Қазіргі жарыс, спортсмен жарыс ол технология. Дұрыс дайындау, ол технология. Жаңағы сенсорлармен дайындау. Америка озып кетті ғой, мысалы, неге Америка көп медаль алады? Олар кәдімгі технологиямен дайындалады. Питаниясын туралайды. Одан кейін датчиктермен жұмыс істейді. Қалай дұрыс қимылдау керек, қалай дұрыс нагрузка беру керек. Спорттың өзін ғылымға айналдырып жіберді. Америкада ғылым ол. Америкада ғылым. Бизнес былай. Өте үлкен индустрия Америкада. Сол себепті мен айтып отқаным, қазір ғылымды біз дамытсақ, артынан бәрі өзі көтеріледі. Қазір деңгейден қайда жоғары көтеріліп кетеді? Мысалы, Кореяда сөйтіп дамыды ғой. Мысалы, 90-шы жылдар олар бүкіл нелерін жіберді Америкаға. Оқуға жіберді. Студенттер. Болашақ сияқты болды оларды. Солар қайтып келгеннен кейін жемісін беріп жатыр. Бүгін әжіп жаңағы қазір қатарлар елдің несіне шығып келеді. Тек солардың көлігін киіп, солардың телефондарын ұстап жүріп қой. Қалтамыз көтереді сол болып тұр десеңші қазір. Рас па? Қателесу мүмкін, бір пост оқып қалдым жаңағы. Өздеріңіз сияқты шетелде білім алып жүрген кісі ғой. Сонда жаңағы тәжірибесін дамыту мақсатында Жапон еліне барған мұғалім кісі өзі. Сөйтіп қазанның бізде бірінші аптасында еді мұғалімдер күні, қателеспесем. Сол мұғалімдер күніне тура келіп қалған екен барған уақытта. Сонда жаңағы барған жеріндегі бұл кісі біреуге жаңағы не болып барған ғой, профессордың жанына көмекші болып барған, сол көмекшіден сұраған ғой, жаңағы сіздерде бізде Қазақстанда білім күн, ұстаздар күні деген бар дейді. Қазір осы апта бізде ұстаздардың аптасы, бізде құрмет көрсетіледі ұстаздарға, сіздерде мұндай жоқ па дейді. Сұраған ғой жаңағы, ешкім ештеңе істеп отқан жоқ. Барған уақытында бізде жаңағы гүл әкеліп беріп, бір елеп ескеріп жатады ғой сол аптада. Соны жаңағы кісі жапондық бұны жүрді беріп шыққан ғой. Сөйтіп еріп шықты, көшеге шыққан кезде, көшеге шықтық дейді, қоғамдық көлік тоқтатты, ішіне кірдік, бірден орын бере салды дейді.
отырған адамдар бірден орын берді. Сөйтсе жаңағы бұл кісілердің, мұғалімдердің өздерінің киімі бар екен үстінде. Өзінің арнайы киімі бар екен. Мұғалімді көрді, бірден орын береді екен. Орын берді, отырды дейді. Қоғамдық көліктен түсіп бара жатқан кезде ақша төлеген жоқ дейді. Сөйтсе мұғалімдер ақша төлемейді екен. Қоғамдық көлікте ешқандай жаңағыдай ақша неге тамаққа бардық дейді, жаңағы тамақтану орнына. Сонда жаңағы барып тұрсақ кезек тұр дейді, үлкен кезек. Мұғалім келе жатыр деп кезекті жылжытып, мұғалім бірінші шығарып жіберді дейді. Ешқандай кезексіз жаңағы тамақты алып жатқан кезде жұртпен бірге мысалға жаңағы толық суммасын емес 50% ғана төлейді екен. Құрметті, иә. Былай айтқан кезде ана кісінің жазған несін оқып шығып, бір күннің ішінде мұғалім қандай жаңағыдай жеңілдіктер бар бірінші. Енді ол жеңілдіктер ненің арқасында келді деген жаңа Сәкен айтқан сияқты, бұл білім беретін адам да. Бұл кісіге жаңағыдай алаңдайтын нәрсе аз болу керек деген нәрсені жасаған сияқты. Біріншіден, екіншіден жаңағы жас ұрпақ бұл ғылымның, білімнің адамы қандай құрмет көрсетілу керек екенін қазірден біліп өседі. Оларға мотивация. Мысалға анау бағанағыдай айтып жатырмық қой, қазір әншілерге кішкене жастар көбірек қызығып еліктейді. Мысалға Германияда оқып жүргенде сұрайды ғой, енді көшеде біреумен танысып қаласың әйтеуір жерлерде. Соны сұрайды да, қандай мамандықты оқысың дейді. Инженер десең, мысалы енді инженер ғой түбі, ол PhD-ге келгенше сен инженерлік жағын оқисың ғой. Инженер десең, ол уже саған деген өзгереді, көзқарас мықты дейді да. Германияда инженерге деген көзқарас өте мықты. Қазақстанда қазір инженермін десе, сені ешкім елемейді да. Өйткені Германияда ақшаны инженер арқылы олар соны түсінеді да. Сонда Мерседес, басқа концерндері, BMW-сі бар, басқасы. Соның бәрін түптеп келгенде инженерлер жұмыс істеп отыр ғой. Ғылымлардың бірінші уровеньде кетті олар. Бірақ одан кейін де істеп отқан сол инженерлер ғой. Соны олар біледі да, санасынан өткізіп қойған, бағалайды. Бізде инженер десең, ол как бы ешқандай құны жоқ. Арғай сұрақ қоймайды десеңіз, инженер десең болды. Не істейсің, не істеу керек деген нәрселерді қоймайды. Сондай болып қалды. Сондай да, өкінішке орай. Жалпы енді бір сөзбен айтқан кезде қазіргі мынау жаңа Қазақстандағы жаңа бір білімге, ғылымға деген бір идеологияны қалыптастыру керек деген нәрсе келіп тұр ғой, бұнда айтып келген. Иә, енді осы жағдайды пайдалану керек қой бізге. Бұл перезагрузка ғой. Бүкіл система қаласында перезагрузка мүмкіндік. Осы жерде біз қазір бірден кірісіп кетпесек, сәл кідіріп қалсақ, ол жай баяу болып кетеді. Қазір бірден кірісіп кетсек бәріміз, сол моментті пайдаланып шетелге шығып, ел көріп, былай айтқан кезде қазақтың баласының көкжиегі кеңіп жатқан уақыт қой. Бұрын жаңағы Кеңес одағының несімен есептесек, жаңағы шетелге шығудың өзі екіталай еді. Бүгінгі таңда бір үлкен мүмкіндік беріліп жатыр деп айтып жатсыздар. Сол мүмкіндікті пайдаланып жүрген кісілердің бірі де бірегей өздеріңіз сол бір сапарларда болған бір қызықты оқиғалар болмаса бір есте қалатындай бір ғибратты оқиғалар болатын болса, бөлісе отырсаңыздар, мынау жаңа өзіңіз айтпақшы, ғылым деп алып келіп кітапты жей беру емес, бұнда өзінің бір қызық жерлері бар деген сияқты. Есте қалған. Бағанағы не есте түсті да. Ғылым енді тікелей ғылымға қатысы жоқ, бірақ енді шетелге бұл меніңше көп Қазақстаннан жаңадан бірінші мына болашақ бағдарламасында болсын, көбісінде бірінші тілді үйрену керек қой. Ал кемде-кем мына жақтан тілді біліп, ондайлар көп емес, тілді біліп алып, сонда барып, олардың өзіне де болады сондай. Негізгі кез келген шетелде оқыған адаммен сөйлессең, тіл мәселесімен болады. Қызықты оқиғалардың бәрі. Сондай бір оқиға есіме түсіпті да. Манчестерде негізі ағылшын тілімен Манчестерде оқыған бір жыл. Сонда Манчестерде тұрып атып, Сұлтекең бар, неге бір Эфес деген түріктердің рестораны болады да. Оған бір ақшасын білмеймін, бір ақша төлейсің да, шведский стол ғой, сыйғанша жейсің. Соны айналып келіп жеп жүрміз енді. Мақсатын бәрін жеу ғой, короче. Бәрін жеу, сөйтіп жаңадан барғамда тілді енді үйреніп жатырық. Сөйтіп бір кезде не деймін, бір барғанымда ананас тұрғанда,
сөйтіп сол ананасты белгілеп кеткем қазір бірінші мыналарды толтырып алайын содан кейін ең соңында келемін. бір жеріне қоямын дедім ба? Бір шетіне. Бір кішкене орын қалдырып кеткем. Сөйтіп бір кезде келдім қайтып не дейді, кстати, жанымызда тағы бір класстасымыз бар, Динара деген. Сол да болған. Үшеуіңіз жүрсіздер? Иә, сол дегендер ол кезде уже отбасы, иә, бірге тұрған, үшеуміз ішкі класстас сөрде тамақ ішіп отқанбыз. Сөйтіп бір кезде Динара тұрды, мен тұрмын, ананас жоқ. Мен барсам уже біреулер алып қойғанда, содан кейін мен анаған қарап, do you have деген, енді барма деген сөз ғой ағылшынша. Do you have ананас деймін да? Анау мені түсінбейді, түрік жігіт. Содан кейін мен, значит, акцентімді түсінбей тұруға деймін да. Ананас деймін да. What дейді маған. Ананас деп қоямын. Өзгертіп па, ананас кеп. Әр түрлі қыла кеп отырмын ғой. Біреуін түсініп қалатын шығар деген ой. Сөйтіп бір кезде Динара пайнапл ғой деп. Сөйтсек, сондай бір тілге қатысты нелер болады да, басынан қызықтар ше, сондай бір қызық болған. Негізгі жаңа қызықтар тілге байланысты болады десеңші. Негізгі тіл білмеуден тілге қатысты сондай. Соны Саған жатық не нәрсе, сол нәрсені ұсталасың ғой барған кезде. Сондай нәрсе. Менде бір жағдай болды, енді ол бағанағыдай өзіме бір тәрбие алған, түрт қоятын нәрсе екен деген историяларда. 2019 жыл пандемияның алдында, 2020 жыл пандемия енді басталып келетін кезде Сингапурда дүниежүзілік жастар форумы болды, жас ғалымдар форумы болды. Сол жерден Қазақстаннан біз 4 адам бардық, 4 жас ғалым бардық. Мақсат Сингапур елі ұйымдастырып жатыр да. Нобел лауреаттарын шақырады. Одан кейін дүниежүзінен жас ғалымдар шақырады да. Сол біріктіріп, бағана Нобел лауреаттары бізге бағана лекция оқиды, әңгімесін айтады, ақылын айтады деген сияқты. Сөйтіп бардық, қатыстық, осындай обед кезінде осындай дастархандас болып қалдық. Химия пәнінен Нобел лауреат екен бір кісі. Бәріміз жиналып қалғанбыз жастар. Ана кісі төрде отыр да, әңгімесін айтып отыр. Біз бәріміз ауылымызды ашып қарап отырмыз, не айтады екен деп, енді ондай адамның алдында отыру деген бізге бір үлкен жетістік қой, айтпаған кезде. Не айтса да түртіп алатындай болып тұр ғой. Дайын. Сөйтті бір кезде бәріміз визитке алмасып кеттік. Сөйтіп жанымызда бір Сингапурдың несі болды. Сингапурдың адамы болды да, сол химик екен ол. Ол да химик екен да. Ол визиткасын алдында фамилиясы, артында таблица Менделеев жазып қойған полный. Жаңа кісі Нобел лауреат алды да, соны бүйтіп таблицаға қарады да. Бүйтіп тұрып енді ағылшынша айтты. We are just human being, this guy is genius дейді. Біз жай адамбыз ғой дейді. Нобел лауреат. Біз жай адам, мен не ол, мен жай адамым ғой. Мына Менделеев гений болған дейді. Сол заманда технология жоқ кезінде элементтің бәрін біліп, тізбектеп, керек болса әлі технология дамымай табылмаған элементтерге орын қалдырып кеткен дейді. Болашақта технология дамымаған кезде табасыңдар, ол осы жерде болады деп орын қалдырып кеткен деп ана мақтап отыр да. Енді ол қарапайымдылығы бағанағы білім жеткен қарапайымдылығы. Одан кейін сол әңгімеден кейін менде өзімде ой пайда болды. Шын мәнісінде бүйтіп қарап тұрсақ, біз біреу ақылды дейміз, біреу вундеркинд дейміз. Шын мәнісінде және бана Нобел лауреаттан бәрі жан-жақтан болды. Сол жерде бір кісі болды, мысалы, солнечный батарея ойлап тапқан кісі. Ең бірінші шығарған солнечный батарея сол кісі. Және сол кісі не екен? Дүние жүзінде рейтинг бойынша, бір рейтинг бар, сол рейтинг бойынша дүние жүзінде номер бірінші ғалым. Дүние жүзінде номер бірінші ғалым екен, бір ана өзінің критериялар бар. Соның бәрін жинап келгенде номер бірінші ғалым. Біздің сәл алдымызда деп қойса. Рейтинг бойынша. Бағанағы футболда Месси, Роналдо болса, ол жігіт сол ғалымның Роналдосы ғой. Ол кісіден мысалы солнечный батарея ойлап тапқан, мысалы қандай технология? Жоқ жерден күннен энергия алып отырмыз. Кейін ой түсті мен, шын мәнісінде бүйтіп қарап тұрсақ, ол ақылды, мынау ақылды дейміз, бірақ олардың бәрі біз ойлап тапты дейміз ғой. Шын мәнісінде негізі олар ойлап тапты дегеннен гөрі бір нәрсені түсінді деп айтқан дұрыс болатын сияқты да. Мысалы, мен былай айтайын, бізге Алла тағала нығмет берілді ғой. Не деген нығмет, сан жетпейтін нығмет. Ол жайға соның бір қандай да бір теңіз болса, теңіздің бір тамшысын ғана түсінді да, содан сол үшін батарея ойлап шығарды. Ана бір кісі тура сондай бір кішкентай болмайтын нәрсе түсінді да, бүкіл нығметтен.
бұл жаңалық ашты да. Бүйтіп қарапсың, егер шынымен сондай болатын болса, біз енді шын мәнісінде көкірегімізді керіп, мен ғалыммын, мен ақылдымын, мен баймын, мен бір нәрсемін деп айтудың бәрі ол жай бос әуrekершілік сияқты да. Мен сол әңгімеден кейін өзім сондай бір ой түйіп, шын мәнісінде шын емес, біз бәріміз бірдей. Адамнан адам арнасы уже. Жоқ, мынандай нәрсеге негізі әркім өз еліне тарта береді, туып өскендей. Сұлтеген Англия мақтай берсе, мен Германия мақтай беремін. Туып өскен жерді қоймышы. Жоқ, айтпа, туып өскен жеріңдей мақтай бересің ғой. Енді былай ғой, сен Қазақстаннан барған кезде бірінші жақтан көрдің да, олардың көбісі дамыған нәрсе болғаннан кейін, ол сен үшін қатты әсер етеді да. Келесі елден оның культурынша келесі елден сен оны көре алмайсың. Көргенде ол уже бар нәрсе де, ол әсер етпейді. Анау әсер етеді. Сол үшін бағана Германия. Мысалы, немістерде мен профессорларым мынандай әңгіме да. Бізде сол нәрсе бізге керек. Біз адамды умный, тупой деп бөлеміз да. Ең жаман нәрсе. Немістер жалқау, еңбекқор деп бөледі. Профессорлардың өзінен әңгіме естігем да. Сонда бір профессор мынандай әңгіме айтты да. Осындай, менде бір студент болған еді деді да. Жаман жалқау еді дейді да. Тупой емес, жалқау. Ол бізге аударсаң, жаман тупой еді деп тұр да пайде. Сол айтады. Кейін дейді, сон арада 5-6 жыл өткеннен кейін бір ғылыми конференцияда көрдім дейді да. Тамаша еңбекқор жігіт болып кетті деп айтып тұр да енді. То есть көп нәрсені бөлуде де сондай өте қиын нәрселер. Сөзді пайдаланудың өзі қауіпті десеңші. Білім еңбекте негізі көп нәрсе еңбекке, түбі еңбекке алып келеді. Мысалға, мен бағанағы біздің тақырыпқа егер бұратын болсақ, ауылдың жастары дейміз ғой, ауылдың жастарына не жетпейді. Мысалға, көбісі былай не алады. Ой, оқу мен қолымнан келмейді дейді. Ол оқу емес, ол еңбек. Екі нәрсе бар. Қол еңбегі, ой еңбегі. Ғылым деген, оқу деген ол ой еңбегі да. Ал енді түйін. Мысалға, сен бүгін еңбектенбесең, ой еңбегімен. Сен ертең қолыңмен жұмыс істейсің. Шамаң жеткенше. Шамаң жеткенше. Ол шамаң 50-ге жете ма, 40-қа дейін жете ма? Мысалға да, біріншіден. Ал бірақ, сонда олар көп нәрсені мынаны айырамайды да көп адам. Кейбіреулер бар да, таңның атысынан кештің батысына шейін физически өте мықты жұмыс істейді. Тер төгіп тұрып. Бірақ соған сәл оқыс айтсаң, ол мен қолымнан келмейді дейді. Екеуі бір нәрсе. Просто еңбекті керек жерге салу керек та. Енді ол жерде екінші жағы бар ғой, мысалға. Бір адам ол тумасынан ой еңбегіне жоқ, тартпайды, бейімділігі жоқ, бірақ оны қолмен жақсы жұмыс істей алады, немесе аяқпен допты жақсы істей алады да. Соны мектептің жағдайында, мысалы, бағана сен айтпақшы, умный тупой демеу керек та. Баланың ыңғайына қарай балаға білім беру керек. Бағыт беру керек. Сен баланы көріп тұрсың ба, баланың мықты спортқа ебі бар, соны білім оқып қинама, оны жай спортивный секцияларға бер, немесе қалаға жіберуге мүмкіндік жаса балаға ше, спорт школаға. Тура солай. Қазір ғана негізі психологтарда сол нәрсені, негізі психологтар генінде бар деген нәрселерді теріске шығарады. Теріске. Олар айтады, еңбектенеді, еңбектенбейді дейді. Мысалға, мынандай бір психологпен бір дебат болған менде. Мен айтам да, мысалы, ол егер мысалға ешқандай футболисттік генінде жоқ болып, икемі жоқ болса, ол адам өмірінде футболист шықпайды дейді. Деймін да, менің позициям. Ол айтады, ондай әңгіме жоқ дейді. Сен егер соның жағдайын жасап, оның өмірінде мысалы икем болмауы мүмкін, бірақ ол соған өмір бойы қызмет ететін, өмір бойы емес, сен бір жеткілікті мөлшерде қызмет ететін болса, одан футболист шығады. Келіспеймін. Қарсыласам бола ма? Жоқ, жалпы ол психологтарда сондай нәрсе бар деймін да. Ол андай неге үшін, мысалы, мен өзім түсінігім бойынша, мүмкін қате де шығар. Не болады, бейімділік болады адамда. Мысалы, Майк Тайсон алайық, Майк Тайсон айтады, еңбекқор, келсем, еңбегі бар. Тура солай, одан мықты еңбекқорлар бар, ол деңгейге жетпеген. Бірақ Майк Тайсон неге жетті? Оның денесінің бітімі, жаңа пружина, ұруға
оның денесі жақсы қалыптасқан, содан кейін ол мықты тұрады. Майкл Фелпс қанша алтын алды жүзуден. Оның мынау иығы, денесі, аяғына шейін бәрі размерлері жүзуге арналған кәдімгідей. Ол генмен келеді да, еңбек екеуі қосыла бірге келген кезде. Еңбекпен сен біраз жерге барасың. Ал сен төбедегі шыңға жету үшін сенде бәрібір болу керек бағанағыдай. Еңбек өтпесең еш жерге бармайсың. Енді жаңағы кімдердің айтатын нәрсесі бар ғой, жаңағы спортшылардың айтатын 1% талант, 99% еңбек деген сияқты. Сол жаңағы 1% шыңға шығарады. 99% еңбекпен 1% қосылса сен шыңға шығарады. Андай бір сөз бар ғой, есімде нақты түспей тұр. Шатаспасам былай ғой деймін. Андай таланты бар адамға көмектес, талантшақ адам өз шығады деген. Біраз әңгімелердің түйін тарқат деп ойлаймын. Енді бір біздің осы өсіп келе жатқан ұрпақ не істеу керек? Бір ой болса, келесі келе жатқан бір жаңағы жас ұрпақ дейміз ғой, сол жас ұрпақ бір түйіннен Қасеке. Сұлтеке бастай бер. Мына нәрсе болса, жаңағы айтқан нәрселеріміздің ішіне бір түйін қойып, осы нәрсеге қарай жұмыс жасаса деген сияқты. Енді мотивация ретінде айта кетейін. Мысалы, енді бәріміз ауылдан шықтық қой. Ауылдың топырағын айнап, арысқа шомылып өстік бәріміз, қап-қара болып жүріп жатық қой, жазда. Соны енді біз қазір енді артқа қарасам, мен ол кезде армандаған да жоқпын. Қасен айтпақшы, арманды биік қою керек дейді ғой. Бізде ондай кезде арманда болған жоқ ондай. Осы кезінде, мектеп кезінде бағана жауапкершілік пен еңбектің арқасында үй тапсырмасын жасайын, сабақ 5-ке оқиын, әке-шешем ұят болмасын, мұғалімдердің ұят болмасын деген жауапкершіліктің арқасында қазір шетелді де көрдік, дүниежүзінің біраз жерін араладық та. Ол сол бағана кішкентай кездегі жауапкершіліктің арқасы. Сонымен айтатыным, егер кез келген адам өз жасап жатқан ісіне жауапкершілікпен қараса, ол адам да дамиды, мемлекет те дамиды, қоғам да дамиды. Соған қоса жаңағы аманат дейсіз ғой, алып жатқан нәрсеңіз. Аманат, Көп нәрседе біз мынау психологтар айтады. Ищите в детстве дейді, сразу айтады олар да. Қалай? Ищите в детстве, балалық шағынан іздеңдер дейді. Кез келген адамнан ше. Любой бір проблема болса, ол өскен кезде бір нәрсеге бір комплекс болсын, бір нәрсе болсын, балалық шақта. Сол кезде қалған жаралар, сол кезде қалған травмалар кейін шығады сол сияқты да. Сондай бір нәрселер көбінесе ауылдың балдарында өзімізде де болды ғой. Қаланың балдарынан өзімізді бір сат төмен қоямыз. Бірінші очередь біз ойлаймыз, қаланың баласы өте мықты деп. Есіңде ба? Неге барғанымызда мектептен дарын деген ғой деймін, по-моему. Дарын деген курс болды ма әйтеуір. Есімде жоқ нақты. Неше жыл болды. Сол курсқа бардық екеуміз. Жоқ, біз курсқа барған жоқпыз. Біз өзіміз дайындап жүрдік, бірақ тест тапсыруға центрге бардық. Курс қой центрда, бірақ тесті аптасына бір күн болып тұрады өздеріне. Ол жерде Шымкентте атын айтпай қояйық, мен деген гимназияның оқушылары дайындалады екен тестке, ОБТ-ға. Әр жақтан қаладан да келеді, бірақ негізі базасы бір мықты қаладағы лицей, гимназия. Соған бір мұғалімнің директоры ғой, әйелі екеуі істейді, бірге ұйымдастырады да соны біз соған бардық. Шатаспасам, апрель уже майға жақындап қалған уақыт. Сонда біз өзіміз бөлек-бөлек жеке бағанағы қазақ тілге бөлек, анаған бөлек бір групп неге бармаймыз центрге. Әр сабаққа бөлек-бөлек мұғалімге барып дайындалып жүргенбіз. Сөйтіп бағанағы тестке барамыз, тапсырамыз. Біз түске үшін өзіміз дайындаламыз үйде. Күніге түстен кейін барамыз, тест тапсырамыз да 120-дан 120-118 төнерге алып жүреміз. Күніге. Үшінші, төртінші күн бағанағы мұғалім келді ғой, сол мектептің. Атын айтпайтын бағанағы гимназияның, лицейдің мұғалім келді, бізге беркеліңдерші дейді ғой, екеумізге. Беркеліңдерші, отырыс қойды осылай. Қайдан келдіңдер бізге? Осындай Темірланнан дейміз. Сенбейді. Жоқ, сендер. Скорее всего, сендер не дейді, қалада оқып, сельский квотаға ауылға кеткенсіңдер сендер дейді. Жоқ, ондайымыз жоқ. Онда сендердің әке-шешелерің мұғалім дейді. Ондайымыз жоқ. Еше қатысы жоқ, мұғалімдікке қатысы жоқ. Сенбейді ғой. Сендер қалай 120-ға жақындап бала алып жүрсіңдер дейді да, сенбейді. Сөйтсек өзінің балдарын ең мықтылары
115-ке жобалай ма, жобаламай ма, сот Жоқ, ол даже 100 жоқ. 100 Апрельде біз келе салып 100-ден асқанбыз басында. Вот сол кезде ода уже проблема болды басында. Мыналар қайдан шыққан? Сол біз сенбей біз тексеріп бір кезде сенбеген сонша екеуміз отырыс қойып сұрақ қойды ғой. Сұрақ қояды, жауап береміз. Сұрақ қояды, жауап береміз. Бүкіл сұрағына жауап беріп тастадық та. Содан басын шайқап кетті ғой. Сонда сол кезде сол әйелдің айтқаны мен есімде, әйелінің да ауылда осындай оқитын балдар бар десе мен сенбейтін едім дейді. Енді ол бір өзімізді мақтау емес, мәселе қаланың асып бара түгі де жоқ та. Түсінікті, қалада мүмкіндіктер жоғары. Бірақ ауылдың баласы соны істей алады. Қасекенің бір сөзі бар, уақытында уақыт жоқ деген. Уақыт өтіп жатыр да, уақыт бізге қарамайды, уақыт өте береді. Мысалы, мен жастарға айтатыным, сен сабақ оқысаң да уақыт өтеді, сабақ оқымасаң да уақыт өтеді. Сен спортқа қатыссаң да уақыт өтеді, қатыспасаң да уақыт өтеді. Ертең бір 40 жас, 50 жасқа бетіп, артына бір қараған кезде, сен артын жолына қараған кезде не жатыр? Сонда күлкілі видеолар, ойын сауықтар жатыр ма, әлде білім жатыр ма? Сол нәрсе адамның кім екенін 50 жасында көрсетеді. Сен жолын артына қараған кезде сен не жасадың? Мен айтқам, дұрыс шешімдердің жиынтығы қандай сенде? Дұрыс шешімдердің жиынтығы көп па сенде, немесе дұрыс емес шешімдердің жиынтығы көп па? Сол сен тұлға ретінде кім екенін көрсетеді ең сонда. Сол себептен айтатыным, уақыттарын жасыр өткізбей, пайдалы нәрсеге жұмсаса. Ол білім болсын, спорт болсын, көркем өнер болсын, пайдалы нәрсеге жұмсаған абзал. Абайша айтқанда жаңағы әрбір ақылды адам өзіне есеп беру керек дейсіз ғой. Иә, Қасеке. Сенімділік, мақсат қоя білу керек. Негізі мақсат қоя білу керек адам. Рахмет, келгендеріңізге алтын уақытты бөліп, біріңіз жаңағы араб елдерінен келдіңіз, біріңіз Астанадан келдіңіздер. Елім деп, халқым деп осы шамамыз жеткенше әрекет жасайық деп, сол жастарға мүмкіндік берейік, сол жастарға бір қалай бір тырнақ алды табыстарымызбен бөлісе кетейік деген бір оймен келгендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Кел демек бар, не дейді қазақта жаңағы, кет демек жоқ дейді ғой. Осымен жаңа пайдалы болады деген ойдан подкастымыз аяқталды. Жақсы, рахмет.